Сәлем достар, менің атым Расул, қасындағы анам екеуміз бүгін алманың құрамында не бар екенін еститін боламыз. Алманың құрамында не бар екенін білгің келе ме, Расул? Иә. Ол үшін бізге не керек? Сынымыз, ас содасы, Алма шырыны керек. алма шырыны керек. Давай, зерттеуімізді бастайық. Алма шырынын құямыз. Араластырамыз. Қандай құбылыс байқадың? Көпірік байқадым. Байқадың. Яғни бұл алманың құрамында қышқыл бар деген сөзді білдіреді. Жарайсың. Келесі бізге екінші тәжірибемізге көшейік. Ол үшін бізге не керек? Су керек, сосын алма керек. Қандай құбылыс байқап тұрсың? Алма суға батпайды. Батпайды. Яғни бұл алманың құрамында ауа бар деген сөзді білдіреді. Келесі тәжірибемізге көшейік. Бұл алманы байқап тұрсың ба? Иә. Не көріп тұрсың? Қақпара болып тұр. Қап-қара болып тұр. Яғни бұл алманың құрамында темір бар дегенді білдіреді. Темір адам ағзасына өте пайдалы. Келесі төртінші тәжірибемізге көшейік. Ол үшін бізге не керек? Алма керек, сосын тіс шұқығыш керек. Кірпіні білесің ба сен? Иә. Кірпі. Жасайық. Шұқығыстарды алмаға кіргіземіз. Алып көрейік енді біреуін. Мынаны қара, біреуін ал. Алдым. Ұстап қара. Су болып тұр. Ал мынау? Құрғақ болып тұр. Яғни кірпіге алма қышқылы өте қажет. Алма қышқылы арқылы кірпінің тікенектері жаңарып отырады, яғни. Түсінікті? Сонымен алманың құрамында біз не бар екенін байқадық? Алма суға батпайды. Яғни ауа бар. Сосын қышқыл бар екенін байқадық. Және темір бар екенін байқадық. Осымен біздің тәжірибеміз аяқталды. Достар, күнде бір алма жейді. Адамға пайдалы, өте пайдалы. Сау болыңыздар. Сау